Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай 15 минутта ешқандай кремсіз рулет дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап отбасыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен 4 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап ағарып көпіргенше араластырамыз. Мөлшерлерін төменде описание бөліміне тастап кететін боламын. Және де енді мінекей ағарып шықты, ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз, және де 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Жақсылап екіге бөліп араластырып аламыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде миксер пайдалансаңыздар да болады, немесе осылай венчиктің көмегімен де жасасаңыздар болады. Осылай араластырып аламыз. Қоюлығы дәл осындай болуы керек. Енді біз ортасына, начинкасына алма пайдаланамыз. Алмамыздың сыртын ашып, осылай үлкен жағынан теркіні өткізіп аламыз. Мен 3 алма пайдаландым. Осылай үстіне 1 шай қасық, егер тәтті болса алмаларыңыз 1 шай қасық болады. Ал егер дәмсіздеу болса 2-ін салсаңыздар болады. Мінекей енді алмамызды пергаметіміздің үстіне салып алып, жайып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Егер де осы жерге банан қоссаңыздар да болады, және корица қоссаңыздар да болады, ұнатсаңыз. Осылай біздің массамызды салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Сәл ыңғайсыздау болады, бірақ тегістеп алуға болады. Әдемілеп тегістеп аламыз. Осылай. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар, міндетті түрде жауап жазатын боламын. Жаңа рецепттерді жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар. Мінекей енді 180 градуста 15 минутта пісіп шықты. Ыссы күйінде біз орамалымызға орап алатын боламыз. Осылай бірінші пергамент қағазын аламыз. Содан соң тез-тезден орап, суығанша осы орамалда қалдырамыз. Біздің алмаларымыз суласып, өте дәмді болып шығады. Иісінің өзі үйді алып жатыр, керемет болып шығады. Мінекей осылай майлығымыздың көмегіменен орап, суығанша қалдырамыз. Содан соң кесіп жей берсеңіздер болады. Әсемдік ретінде бетіне сахарный пудра, яғни ұнтақ қантымызды саламыз. Осылай және де кесіп ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді рулет болып шығады, өте жұмсақ болып шығады әрі.